кезде бір жаңа маусым. Ойбай. Шоштың ғой, не болды? Қонақтар келді. Қонақтар? Қонақтар? Иә. Мамаларына айтыңдар, что мен жоқпын. Әке, Құмаш, қайда кеттің? Зависті, мен жоқпын. Ой, бля, осындай кезде бәрі кидать кетеді. Мені де жоқ дейсің болады. Шатлық, сен қайда кетіп тұрсың? Жоқ, просто паластан секіріп өлейін деп отырмын, әнәсізге. Шатлық, көмектесші маған. Кет, нақу. Баба, ары тұршы. Ой, охренеть, терсеші. Терсеші, айтпақшы, шапок, не болды? Сәкел. Мама, қайтып берем сендерді қазір, мам. Не болды? Тыныш болам, тыныш. Не болды? Анар, қаш кетті. Балам! Әке, тастама. Екеуің де таяқ жейсіңдер. Мәндар мау. Көшірген кезде. Так, балалар, бүгін біз қтж жазамыз. Апай, қтж деген не ол? Тотақ жеме. Жемесең жеме, тотақпас неме. Надо будет, дядя, ща выйдем нахуй, блядь, долбоёб нахуй. Давай, надо будет 2 на раз выйдем нахуй, пойдем нахуй. Пойдем конкретно, чур нахуй. Сюда идите нахуй. қтж деген қотақ же емес, долбоёб. Қорытынды, тестілеу жұмысы. Жарайды, сабақтан соң сөйлесеміз конкретно, қазір жазып алайық. Давай, конкретно. Мен содан кейін саған айтамын. Дұрыстап жазса, анау не шимақ, блядь. Жазылмай отыр қойып, тваймай. Я просто мамам медик болғанда мен кінәлі емеспін ғой конкретно. Міне, мына жерде школа деп жазылып тұр. Бля, мен шоколад деп жазып. Мал, блядь, дұрыстап жазшы, блядь. Ладно, хуй сен сияқты жаза салмын да. Болды апай. Так, балалар, молодцы. Мен жаңағыда тексеріп біттім. Амбал Вася, 5. А тебе пиздец. Апай, мен не істеп қойдым? Сен мына жазғанын өзің түсіндің ба не жазып тастағанды? Сен мына жазғандарынан 10 жыл шірейсің түрмеде. Өлесің. Апай, мен онда не жазып қойыптым соншама? Топасау, сен анда не жаздым емес, не жазбадым деп сұрасай, анда ойла сен бір қызды періп тастапсың, соны жазыпсың, ограбление жасапсың, мал. Мал, Амбал Вася, айттым ғой мен саған, блядь, же ана жазуыңды деп. Тым түсінген жоқпын. Өзің кінәлісің, саған кім көшірді еді? Айттым оны, микрофон берсеңдерші нормально. Иди нахуй. Блядь. Так, 9 сынып оқушысы Шатлақ Папанұлы 9 жылға сотталып кететін болды. Мен ештеңе кінәлі емеспін. Телеграм қойып ақша тапсаңыздар болды. Дос, неде 1-ші қыркүйек? Алдарыңмен, арттарыңмен, 8 марттарыңмен. Тыңдашы, бүгін 8 наурыз емес. Бүгін 1-ші қыркүйек. Жапок, сен қашан өсіп кеткесін? Білмеймін, Шатлақ, сен қашан кішірек боласың? Ёп, твой мать. Сен 9 класс емессің бе? Құма, Шатлақ, мен 5-ші кластамын ғой. Мен 11-ші класс оқып жүріп бойым кіп кішкентай шешейін. Білмейм. Еттің баласына тартып кеткесін ау деймін. Сен асырап алған ғой. От. Боқта олмайды жансың ба? Үйге барған сөз сөйлесеміз. Давай. Ал енді балалар, шамнан шырақ жағылар, беттеріңмен көттеріңмен, 1-ші қыркүйектеріңмен. Бір-ақ жыл қалды бұйыртса. Шатақ, келесі жыл сенде НТ-ға дайындық. Ол нәрсе туралы айтпасаң да болар еді ғой. Айту парыз. Мен бірге магазинге барған кезде... Ой, жоқ, тігідік, тұзды мұт кет, мәсті айтыршы. Жарайды. Келесі. Так, 500 теңге. Төлесейші енді бұл. Күзетшінің ақшаны төлемейін деп атыр. Балам, мәсті айтыршы, мен қазір келем. Жарайды, мам. Келесі. Мен мамам қазір келеді, тоса тұрасыз ба? Үй түрің тізген, әрине. Олай бола ма не? Я, топас, болады. Ал сенің телефон ұтқын келсе, онда астындағы описаниядағы адамға тіркелде видеоларына лайк бас. Тотақ бас. Сүлімтік. Қатын, көтің қыз. Сен соншама кімсің мен балама тиісетін, а? Мам. Тоқта сен. Содан кейін маған ана күзетші тиісті. О, шешім. Мама